Атырауда жоғалған отбасы ісі. Наурыз бен Мейрамгүлдің денелері табылды деген бейресми ақпарат тарады. Атырау қаласында бірнеше айдан бері қоғамды алаңдатқан Жангелдин ауылынан жоғалған отбасыға қатысты жаңа мәліметтер пайда болды. Бейресми ақпаратқа сәйкес, ұзақ уақыт із-түссіз кеткен Наурыз бен Мейрамгүлдің мәйіттері табылған болуы мүмкін. Алдын ала тараған мәліметтерге қарағанда, екі адамның денесі Атырау қаласының Мұнайшы ықшамауданында орналасқан күдікті жалдап тұрған уақытша үйдің маңынан табылған. Бұл ақпарат әзірге ресми түрде расталған жоқ. Оқиға орнына барып көрген куәгерлердің айтуынша, үйдің айналасында бұрын қазылған жерлердің тайта көмілгені байқалады. Дегенмен, жаңа қазылған жер немесе көлік іздері анық көрінбеген. Кейбір болжамдарға қарағанда, мәйіттер дәл үйдің іргесінен емес, сол аумақтың маңынан табылған болуы мүмкін. Еске сала кетейік, 8 қаңтар күні дәл осы үйдің маңында арнайы жедел тергеу тобы ауқымды іздеу жұмыстарын жүргізген болатын. Сол кезде аумақ толықтай тексеріліп, жер қазылып, арнайы техника пайдаланылған. Тіпті мәйіттерді анықтауға арналған георадар аппараты да қолданылғаны айтылған еді. Алайда сол кезде іздеу жұмыстары нәтиже бермеген. Қазіргі тараған ақпараттарға сәйкес, Наурыз бен Мейрамгүлдің денелері кейіннен дәл осы үйдің ауласынан табылған болуы мүмкін. Кейбір дереккөздердің мәліметінше, оларды да өлтіріп, Атырау қаласындағы геолог ықшамауданында орналасқан күдікті бұрын әйелімен бірге жалдап тұрған үйдің ауласына жасырын түрде көміп тастаған. Алдын ала болжам бойынша, бұл қылмысты Сұлтан Сәрсемәлиев жасаған болуы мүмкін деген күдік айтылып жатыр. Бұған дейін осы отбасының ата-анасының мәйіттері табылған болатын. Егер жаңа мәліметтер расталса, онда бұл оқиғада қаза тапқан отбасының барлық мүшесінің денесі анықталған болып шығады. Қазіргі таңда бұл жағдай қоғамда үлкен талқылау тудырып отыр. Әлеуметтік желілерде түрлі пікірлер жазылуда. Кейбір қолданушылардың болжамынша, алдымен Наурыз өлтіріліп, кейін ата-анасы бұл туралы біліп қойған соң, олар да қылмыс құрбаны болған болуы мүмкін. Басқалары бұл іске ақша себеп болуы мүмкін деген пікір айтады. Кейбір деректерде отбасының депозитінде бірнеше миллион теңге болған айтылып, банкоматтан ақша шешілген туралы да болжамдар тарауда. Сонымен қатар, желі қолданушылары іздеу кезінде бұл жердің толық тексерілгеніне қарамастан, мәйіттердің неге сол кезде табылмағанына таңғалып отыр. Кейбіреулер бұл іске тағы бір адамның қатысы болуы мүмкін деген күдікте білдіруде. Тағы бір талқыланып жатқан мәселе жоғалған Наурыздың телефоны. Әлеуметтік желілерде оның телефоны белгілі бір уақыттарда қосылып тұрғаны, тіпті шетелде, нақтырақ айтқанда, Өзбекстан аумағында сигнал берген болуы мүмкін деген ақпараттарда айтылып жатыр. Алайда бұл мәліметтердің барлығы әзірге ресми түрде расталған жоқ. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасып жатыр. Құқық қорғау органдары тергеу құпиясына байланысты әзірге толық ақпарат бермей отыр. Ресми мәліметтер ертең Атырау облыстық полиция департаменті тарапынан жариялануы мүмкін. Бұл қайғылы оқиға қоғамды бейжай қалдырмай отыр. Көпшілік қылмысқа кінәлі адамдардың толық анықталып, әділ жаза алуын талап етуде. Әлеуметтік желідегі пікірлер. Бұл жағдай қоғамда үлкен резонанс тудырып отыр. Әлеуметтік желілерде мыңдаған пікір жазылып, адамдар өз ойларын ашық білдіруде. Көпшілік бұл істің барлық мән-жайы толық анықталуын талап етуде. Кейбір адамдар бір адамның мұндай үлкен шұңқырды қысқа уақытта қазып үлгергеніне күмән келтіреді. Жалғыз адам аз уақытта соншалық терең шұңқыр қаза алмайды ғой, дейді әлеуметтік желідегі пікір иесі. Күдіктінің мұндай іске қабілеті болған болуы мүмкін деп санайды. Мал союдан қорқатын адам өлтіре алмайды деген сөз емес екен, деп жазады тағы бір адам. Сонымен қатар, көпшілік іздеу жұмыстары кезінде бұл аумақ толық тексерілгеніне қарамастан, неге мәйіттер сол кезде табылмағанына таңғалып отыр. Сонда арнайы техникамен іздегенде неге табылмады, деп жазады желі қолданушыларының бірі. Әтір метрін қазып тексерді деп еді, сонда қалай байқамаған, дейді тағы бір адам. Кейбір адамдар бұл іске басқа адамдарда қатысы болуы мүмкін деген пікір білдіруде. Бұл істі бір адам ғана жасады дегенге сену қиын, біреулер көмектескен болуы мүмкін, деп жазады пікір қалдырушылардың бірі. Тағы бір талқыланып жатқан мәселе жоғалған Наурыздың телефоны. Кейбір қолданушылардың айтуынша, телефон белгілі бір уақыттарда қосылып тұрған. Телефоны шетелде қосылды деген ақпарат болды. Егер рас болса, онда бұл іске тағы бір адам қатысқан болуы мүмкін, дейді желідегі пікірлердің бірі. Ал енді біреулер керісінше, бұл іске тек бір адамның қатысы бар деп санайды. Егер бірнеше адам қатысса, әлде қашан ашылып кетер еді, дейді олар. Қоғамда ең көп айтылып жатқан пікір, бұл қылмысқа ең ауыр жаза қолданылуы керек деген талап. Бір отбасының өмірін қиған адамға ең ауыр жаза берілуі керек.
деп жазады көптеген қолданушылар. Кейбіреулер тіпті мұндай қылмыс жасаған адамға өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасын беру керек дейді. Мұндай адамдар қоғамда жүрмеуі керек, деп жазады желі қолданушылары. Алла сабыр берсін. Мұндай қайғы ешкімнің басына түспесін.